Қазақтың біртуар азаматы, айтыскер, ақын Жүрсін Ерман ауыр халде. 2022 жылдың қазанында айтыскер, ақын Жүрсін Ерманның жансақтау бөліміне түскені жайлы ақпарат әлеуметтік желіге тарады. Кейін денсаулығы жақсарып үйіне шыққан болатын. Еуропаға емделуге баратыны белгілі болған еді. Ал күні кеше Жүрсін Ерман Женева қаласынан оқырмандарына видео үндеу жолдады. Естеріңізге сала кетейік, айтыс ұйымдастырушы Жүрсін Ерманның жансақтау бөліміне түскен жайлы ақпарат тараған болатын. Кейінірек Жүрсін Ерманның қызы әкесінің жағдайы туралы баяндаған еді. Ардақ Жүрсінқызының айтуынша, ақынның денсаулығы жансақтау бөліміне түспес бұрын сыр берген. Кейіннен ақын өз сөзінде менің Швейцарияда құдам бар, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры. Сол кісі бізге кел, көрсетейік деп клиника тапты. Қазір соңғы құжаттарды дайындап жатыр. Алыс сапарға шығу оңай емес, жалғыз бармайсың. Үй ішіммен, екі қызыммен, бәйбішемен барайын деп отырмын, деп хабарлады Жүрсін Ерман. Ал күні кеше айтыскер ақынның Инстаграм желісінде әсерлі видеосы тарады. Жүрсін Ерман ағамызға Алла шипасын берсін деп тілейік. Дұғада болайық. Айырылып дейді. Ол да айырылып отыр ғой, ағашқа неді ма деген ғой. Сонда отырып шығарған өзінің баласынан айырылып отыр сенде. Бастан басқа себебін шынағың